Көп болды жаңа сабақтар болмай жатыр. Сіздерден бірінші кешірім сұраймын. Үлгіре алмай жатырмын. Bir жағы енді сабақтар шығаруға. Сондықтан осыдан былайғы күндерде сіздердің көңілдеріңізден шығуға шама бар. Жаңа сабақтарды арт-артынан көбірек жіберуге уәде беремін. Өткен нелерім үшін сіздерден кешірім сұраймын. Кешіріңіздер. Так, енді біз алдыңғы 32-ші сабақта соңғы осы 8-ші сабақтың сөздерін соңына дейін өтіп болғанбыз. 8-ші сабақтың сөзі өзі жиыны 18 сөз болған. Бұл кішігірім осы валюта дейді ғой, ақша мен айырбас қарым-қатынас. Ақша атаулары, сосын кейін осы ақшамен сатып алу, сатып беру жайында кішігірім қарым-қатынастар. Мысалы, 第8课 苹果一斤多少钱? 苹果一斤多少钱? Алманың 1 килограммы, алманың 1 жиыны, немесе 1 килограммы қанша ақша деген сөз. Енді біздің қазақ тілімен, жалпақ тілмен айтқанда, алманың 1 килограммы қанша тұрады деген сөз. Қанша ақша болады. Көвін, бұл текс көвін деген сөз. Ни мәй шын ма? Ни мәй шын ма? Сіз не сатып аласыз? Немесе сіз сатып аласыз не? Шынма дегеніміз не деген сөз. Шынмамыз. Немай сен сатып аласың не? Былайша айтқан кезде сен не сатып аласың? Мен жерде не дегеніміз сіз емес сен деген сөз. Сіз деген сөзді біз көпшет сыпайы түрін біз келесі сағаттарда оқитын шығармыз. Қазіргі сағатта бізде не сен деген сөз. Сіз деген сөзді нен деп оқимыз. Ол келесі сағаттарда болады. Қазіргі мына диалогта сен сатып аласың не? Сен не сатып аласың? Ни мәй, том белгісімен оқиық, ни мәй шын ма? Сен не сатып аласың? 我买水果 苹果一斤多少钱? 我买水果 苹果一斤多少钱? Мен сатып аламын 水果 дегеніміз немен еді? Жеміс. Жеміс жидектер, фрукты орыс тілінде айтқанда. Біз мына жердегі шуй деген сөзді біз бұрын ең бірінші рет алғашқы сауатта мен шуй мен го екеуін екі бөлек өткенмін. Шуй дегеніміз немене? Су. Го дегеніміз немене? Жалғыз өзі жеміс. Сонда жемістің құрамы неден тұрады? Судан тұрады. Әдетте жемістердің барлығы құрамы судан тұрады. Сондықтан шуй го. 我买水果 苹果 жаңа сабақта осы өткен 8 сабақта оқығанбыз. 苹果дегеніміз алма,一斤 бір жиыны, 多少 қанша, 钱 ақша. Алма 1 жиын қанша ақша. 我买水果 苹果一斤多少钱? Мен сатып алам жеміс. Сонда мен жеміс сатып аламын. Міне жерде орын алмасы жатыр. Грамматика 9 сабақтардан 10 сабақтан басталады. Біз қазір кішкене түсінікті болу үшін 我买水果 мен сатып алам жеміс. 苹果一斤多少钱? 苹果алма 一斤 бір жиыны немесе 1 килограммы 多少钱 қанша ақша. Сонда 我买水果 苹果一斤多少钱? Мен жеміс сатып аламын, алманың 1 жиыны немесе 1 килограммы қанша ақша? Немесе қанша тұрады? 1 килограммы қанша болады деген сөз. 3 kuai. Kuai дегеніміз ақша тауы дегеніміз. Қытайдардың юан немесе kuai. Немесе мынаның орнына юан, 3 юан деп, немесе 3 kuai. 3 kuai тұрады дейді. Kuai деген енді аударылмайды. Олардың
ұлттық валюта тұры ғой, мысалы біздікі теңге болса, олардікі куаймен, олардікі енді ақша атауларын біз бас аудармаймыз. Сан куай, 3 куай тұрады. Сан куай. Сан куай. Міне жерде сұрақ тұрда, сұрақ белгісі тұрда, мысалы, ол кезде сіздің позицияңыз қандай? 3 куай. Мысалы, біз бірдеңе сатып алған кезде айтамыз, ой, қымбат болып барса. Ой, қандай қымбат деп айтамыз. Сол сияқты сан куай. Сан куай. Тай куайла. Тай куайла. 2块5八. Сан куай. Тай куайла. 2块5八. сан куай деді. 3 куай. Мысалы, тай куайла. тай дегеніміз қандай еді? Онша немесе өте деген мағынаны білдіреді. Өте куай дегеніміз не міне? Қымбат екен. Л сөйлемнің соңында тұр. Ол сөйлемнің қандайын білдіреді? Өткен шақты көбінде білдіреді. Міне жерде, мысалы, ана кісінің алмасының 3 килограмм екенін көріп тұрмыз. Өте қымбат екен. Өте қымбат екен. Сөз аяқтаушы сөз, сөйлемді аяқтаушы сөз, мысалы. сан куай, 3 куай, өте қымбат екен. 2块5八. Қалай сұрап жатыр? 2 куай 50 тиын. 2 куай немесе 5 деген сөздің жерде 2 куай 50 тиын болса дейді. Мысалы, 3 куай қандай кішкене қымбат екен. сан куай тай куайла. 3 куай өте қымбат екен. 2 куай 5 ба. 2 куай 50 тиын болса дейді. 50. 你要几斤? 你要几斤? Мына жерде 50 тиын екенін қайдан білдік деген кезде, ол мына жердегі куай ақшадан кейін, куай деген бірліктен кейін 5 келіп тұрғаннан кейін, жүздіктен кейін қандай болады? Ондықтан кейін бірлік кетеді. Сондықтан 2 куай 50 тиын. 50 тиыннан кейін тағы 5 болатын болса, сонда немене болады ол? 5 тиын болады. 50 емес. Сондықтан екінші орында тұрғандықтан бұл 50 тиын. Түсініспестік болып қалмасын. 2 куай 50 тиын болса, 你要几斤? Сіз 你要几斤? Саған керек қанша жин? Сонда саған қанша килограмм керек деген сөз. 你要几斤? Сіз қанша килограмм аласыз? Немесе саған қанша килограмм керек? 我买5斤. Мен қайтемін? Сатып аламын 5 斤. 5 斤. Немесе 5 килограмм сатып аламын. 我买5斤. Мен сатып аламын 5 斤. Немесе мен сатып аламын 5 килограмм. Бұл міне кішігірім, кішкентай бір саудаласудың, қарым-қатынасының Қытай тіліндегі айтылуы. Біз қазір осының ары қарай жалғасты, сегізінші сабақтың үсті диалогын тағы да оқимыз, жалғасы бар мынаны. 你买什么? 你买什么? 我买水果. 苹果1斤多少钱? 我买水果. 苹果1斤多少钱? 3块. 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 太贵了。2块5八。3块. 太贵了。2块5八。你要几斤? 你要几斤? 我买5斤. 我买5斤. 你买什么? Sen ne satıp alasın? 我买水果. 苹果1斤多少钱? Men satıp alamın, alma. Жеміс, 我买水果. Men жеміс satıp alamın. Almanın bir жиыны қанша ақша? 3块, 3块. 3块太贵了. 2块5八. 3块өте қымбат екен. 2 块 50 тиын болса, 你要几斤? Саған неше жин керек? Немесе саған қанша килограмм или қанша керек?
5진. Мен сатып аламын 5 жин. Немесе мен сатып аламын 5 килограмм. Бұл 8 сабақтың диалогының алғашқы бөлігі. Осылай сіздерге кішкентайдан білсем, кішкене естеріңізде жақсы қалады деп үміттенемін. Сіздерге сәттілік тілеймін. Жалғасы диалогтың келесі сабақтан көре аласыздар. Рахмет сіздерге.